Еліміз бойынша жат ағымның жетегіне кеткендердің саны азаймай отыр. Жер бетіндегі жұмақты іздеп Сириядан бірақ шыққан қазақстандық қаншама. Біздің қоғамда әлеуметтік жағдайы төмен және жоғары білімі жоқ адамдар өзге ағымның жетегіне тез еріп кетеді деген сыңар жақтау пікір бар. Бірақ жақсы өмір іздеп Сирияға кеткен азаматтарды зерттей келе, бәрінің отбасында берілетін тәрбиеге байланысты екені белгілі болып отыр. Мектепте, студенттік кезеңдерде өмірінде белгілі бір ақаулары болған, ата-анасымен жеке қарым-қатынастың дұрыс болмауынан және жан жылуының жоқтығынан зардап шеккендер өзге ағымның тұзағына тез түсетін көрінеді. Критикалық ойлау қабілеті жоқ, салқынқанды ойлай алмайтын, эмоцияға берілгіш, жалаң фанатикалық, эмоциялы адамдарды тартуға тырысады. Бұндай адамдарда өз сондай бір жеңілтек келеді. Одан кейін кімдер кетіп қалады деген кезде, көбінде мынау пайыздық көрсеткішін қарағанда оқымайтын, адамдағы басым, ғылым біліммен шаруасы жоқ, өзінің бос уақытын көбінде әлеуметтік желіде өткізетін, балалардың жат ағымға кету қаупі басым. Жат ағымға іліккендердің жан дүниесінде қандай өзгерістер болады? Есіңізде сақтаңыз. Егер ата-анаға деген қарым-қатынаста өшпенділік болса, соқыр сенімге бой алдырса, білім алудан, жұмысынан, дәрігерге қаралудан бас тартса, газет, журнал оқып, теледидар көруге қарсы болса, ағауызы бар тағамдарды тұтынбаса, мінезі тұйықталып, достарымен араласпаса, әлемде орын алған сыртқы өзгерістерге міз бақпаса, онда жақыныңның жат ағымға арбалғаны. Егер балаңыздың жарға жығатын ортадан аулақ болғанын қаласаңыз, өзге адамға сенуге болмайтын несіне салыңыз. Отбасы ең басты құндылық екенін білуі тиіс.